Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан фильміз. Достар, бүгін Турбо атты мультфильмге шолу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Басты кейіпкер Олудың есімі Тео. Жылдамдықпен көлік жарыстарына қызығатын кейіпкеріміз Инди 500 көліктер сайысының жанкүйері. Оған қоса көлік сайысының басты жолдысы Генияның де өлермен фанаты. Теоның арманы жарыскер атану. Соған лайықтап өзіне Турбо деп те лақап ат қойып алған. Алайда Олуға жарыскер болу қайда? Ағасы Чет інісінің бұл арманы бос қиял деп санайтын. Әйтпесе Олудың тез жүруі миға қонбайтын зат. Түнгі уақытта теледидардан жарыс видеоларын көріп отырған Турбоға Чет келіп таңертең жұмысқа баратындықтарын айтып, ұйықтауды кеңестейді. Олулар үй маңындағы басылулармен бірігіп, башадағы пісіп тұрған қызанақтарды терумен айналысады. Бұл жұмыс Турбо үшін қызықсыз еді. Кейіпкеріміздің ішкі қалауы тәуекел жасайтын іс. Сол сәттерде үйдегі кішкентай бала аулаға шықты. Алдырғанмен жердегі қыбырлаған жәндікті өлтіруден ләззат алатын бұл баладан олулардың барлығы қорқатын. Ал Турбо қорқудың орнына қазарысқандай тығылудан бас тартты. Бұл маңдағы олулардың барлығы дерлік біздің кейіпкердің арманын жындының ойы деп санайды. Алайда Турбо үшін басқалардың ойы аса қатты маңызды емес. Бастысы арман. Түнгі уақытта өзінің әдетінше ұлуымыз теледидар алдына жайғасып Гайганенің сұхбатын көрді. Таңертең қайта сол бір жұмыс басталды. Қызықсыз жұмыс сәтінде ондағы олулардың бұрыннан бері сырттай бақылап жүрген үлкен қызанағы үзіліп кетіп бақша сыртына газон үстіне құлап түсті. Олулар оны қайта алып келуге жүрексінді. Сонда біздің кейіпкеріміз Турбо бүгін немесе ешқашан деп қызанақты алуға оқталды. Қырсыққанда осы сәтте газон қырқушы қызметкерде келе қалды. Енді қызанақты алу екі есе қиындады. Сонда да берілмеген Турбо тәуекелге салып қызанаққа ұмтылды. Сәл болмағанда ол газонмен бірге туралып кетер еді. Чет оны сумен итеріп, ажалдан аман алып қалды. Оқиғадан соң жанындағылардан сөгіс естіген Турбо бұлардан безіп, жалғыз бас сауғалап кетті. Сол күні Турбо мұңайған көңіл күйімен қаланы аралайды. Үйден алшақ кеткені соншалық көлік трассасына да жетті. Аспанға көз жүгірткен ұлуымыз аққан жұлдызды байқап, іштей тілегін тілейді. Кейін белгілі болғандай бұл ұшақ екен. Сол сәттерде желдің соғуы салдарынан көпір үстіндегі Турбо құлап, көліктің капотына түседі. Бұл жай көліктер емес, жарыс көліктері еді. Салған беттен газды басқан жарыс көліктері қаланың шетіндегі тас жолға келді. Сонда біздің ұлуымыз орнынан қозғалып, көліктен түсуге әрекет жасай бастады. Бірақ та жарыс басталып, көліктер алдыға құйындата басты. Ұлу көліктің ішкі құрылысына кіріп кетіп, ондағы неше түрлі технологиялар мен аппараттарға түсті. Мұның салдарынан ұлуға бірдеңе болғандығы белгілі еді. Осы апыр-топыр болған жарыстан соң есін жиған ұлу өзін бір топ жәндік жемтік етуге алып бара жатқанын көрді. Кейін орнынан тұрып, қайта өз үйіне бағыт алады. Үйге келген соң Турбо өз бойынан қандай да бір ерекшелік сезе бастайды. Көзін ашса шам жағылып, кейде денесінен сигнал шығатын. Демек Турбо бірте-бірте көлікке айналып барады. Оның трансформацияға ұшырағанын ертесі күні жұмыста білдік. Күндегі әдетімен шыққан бұзақы бала біздің ұлуды кезіктіргенде оны езбекші болып еді. Жылдамдықтың арқасында Турбо зырылдаған күйі қашып құтылып, оған қоса бұзақыны жазалайды. Ал оның балдырғаны бақшада өсіп тұрған қызанаққа барып тиді. Салдарынан олулар азықсыз қала жаздады. Неде болса Турбоны жазасыз қалдырмау керек деп шешкен ұлу бастық оны және ағасын жұмыстан шығарады. Турбоның ісіне қапаланған Чет қарға қолына түседі. Құс құрсауынан ағасын құтқару үшін Турбо жылдамдығын пайдаланып, оны қуып жетуге тырысады. Ақыр аяғында олар қала дүкенінің алдына келді. Турбо ағасын құтқарады. Дегенмен де дүкеннен шыққан томпақ жігіт ұлуларды өзіне алды. Бұл ағайынды жігіт Тито. Олардың өз бизнестері бар. Жігіт ұлуларды үйіне әкелген соң басқа да ұлулармен жарыстырды. Нәтижесінде Турбо өзінің көлікпен бірдей жылдамдығын көрсетіп, бұларды таңғалдырады. Тито ұлуды өзінің пайдасына жаратқысы келеді. Оның жылдамдығын адамдарға көрсетсе, бизнесімізге клиенттер тартылады деп сенеді. Титоның бауыры Анжела үшін мұндай идеялардың ендігі тізесі шыққан. Бұлай оны қызықтыра алмайсың. Басқа ұлулармен таныстықтан соң біздің жылдам кейіпкеріміз олардың жай екендіктерін айтып, мұрнын шүйіре бастады. Сонда ұлулар онымен паркур арқылы жарысқа түспекші болды. Турбо жылдамдықпен бұларды оп-оңай жеңіп кетемін десе де, қайраттарына мінген ұлулар үйреніскен әдістерін қолданып Турбоны жеңіп кетті. Турбоға жаңа достары ұнай бастады. Өйткені ұлу өзін қолдайтын әрі арманшыл ортаға тап болған еді.
Тито жылдам ұлу жайлы плакат жасап, жарнама тақтайшасына жапсырды. Алайда мұның жарнамасына ешкім мән бермеді. Тіпті туристік автобуста. Сонда Турбо өзінің Инди 500 жарысына қатысқысы келетіндігін жеткізді. Ұлуда тіл болмайтындықтан, ол жүк көлігіндегі жарыс жарнамасын нұсқады. Тито мұны бірден түсіне қойды. Жаңа клиент табу идеясын тапқан жігіт ағасына келіп, Инди 500-ге ұлуды қатыстырсақ, бизнесімізге жақсы жарнама болады дейді. Бірақ жарысқа қатысу үшін ақша керек. Бұл тұрғыдан Анджела ұлуға сенбейді. Сондықтан келісімін де бермеді. Ауладағы өзге әріптестері де солай айтты. Жоспарлары іске аспаған соң, Турбоның жаңа ұлу достары іске кірісті. Сол күні олар туристік автобустың жолын арнайы өзгертіп, амал-айламен оны Тито мен достарының бизнестері тұрған жерге келді. Көліктің баллонын әдейі жарған соң, амалсыз аялдауға тура келді. Сол сәтте туристер сыртқа шығып Анджеладан тако ала бастады. Ал ендігі кезек Турбода. Жылдам ұлу өз өнерін туристерге көрсетіп, оларды бір мәз қылысты. Турбоның қаншалықты қақорлы екендігін түсінген Титоның достары ақша қосып келісім берді. Тек Анджела ақшасын бермей қойды. Сонда Тито інілікке салып, оның рұқсатынсыз ақшаны алып кетеді. Солай достар бір арман жолында тоғысып, Инди 500 сайысын аттанды. Жолай Турбоға тюнинг жасалды. Бұлар стадионға келгенде, Гайгане жарыс жолында рекорд қоюмен айналысып жатыр екен. Ол өзінің ісін аяқтаған соң, жанына тілшілер келіп сұхбат ала бастады. Ал Тито мен достарының жоспарларында ақау шықты. Турнирге қажетті ақшаны ұсынса да, мұндағылар ұлудың жарысқа қатысады дегеніне сенбейді. Сондықтан күзетшілермен қосып, Титоны қуып жіберуді ойлайды. Тыныш жолмен турнирге қатысу мүмкіндігі тумайтындығын түсінген Турбо, Титодан босап шығып жарыс жолағына түсті. Бұларды ұстап тұрған күзетшілерге басқа ұлулар кедергі жасады. Титоның жарысқа ұлу әкелгенін естіген тілшілер езу тартып күле бастайды. Сонда Турбо жылдамдықты қосып жіберді. Оның найзағайдай жарқылдап жүргеніне барлығы таң қалды. Гайганямен бірдей рекорд орнатқан Турбоға бүкіл тілшілер жақынап, оны түсіре бастайды. Сонда жұлдыз Гай бір сәтте өзін керексіз сезініп қалды. Ал стадионда ұлудың жарысқанын видеоға түсіріп алған бала оны интернетке салып жіберіп еді. Айналдырған 1-2 сағаттың ішінде видео хит болып, Турбо жайлы барлық республика хабардар болды. Бастапқыда турнир басшылығы Турбоны ұлы болған үшін жарысқа алмаймыз десе де, қазір оны дүйім жұрт бақылауында ұстап отырғанда, Турбоны жарысқа қоспаулары наразылыққа әкеп соғатын. Сол себептен де Турбо жарысқа қабылданды. Осы бойынша өткен пресс-конференцияда Гайганенің өзі Турбоны қолдап, оның жарысқа қатысуын өтінеді. Бұлай жасауы сырттай жақсы болып көрінгенімен, бұл Гайдың кезекті айласы еді. Жылдам ұлудың кесірінен назардан тыс қалған Гай оған болысып өзіне назарды аудартты. Сол күні түнде Турбо Гайдың гаражына келді. Ол өзінің кумирімен жолықты. Дегенмен де Гай экран алдында басқа, өмірде басқа болатын. Оның маскасы шешіліп, Турбоны кемсіте бастайды. Өмірінің ең мықты үлгі тұтарлық адам санаған Гайдың тірлігін көріп Турбо күйзеліп қалды. Шет болса бауырым Турбо жарыс кезінде бірдеңеге ұшырап қалама деп уайымдайды. Сондықтан жарысқа көрермен болып келмеймін деп шешкен еді. Алайда стадион маңына өткен бала Четті банкаға салып өзімен бірге алып кірді. Оған қоса банканы стадион толық көрінетін жерге әкеліп қойды. Жарыс сәті басталу таяғанда біздің Титоның тобы жүк көліктерімен стадионға кіріп келді. Кешегі түннен соң Турбоның ойында алаңдаушылық бар еді. Кейін жарыс қатысушылармен бірге тұрғанында бұл қорқыныштың барлығы артта қала берді. Біздің кейіпкер салған беттен жылдамдатып, айналдырған 1 секунд ішінде асфальт жолға үйренсе кетті. Дегенмен де өте мықтылар жиналған бұл турнир оңай бола қоймайтыны анық. Оған қоса жоғары жылдамдықтағы көліктердің жанынан өтудің өзі қиын еді. Мұндай сәтте Турбо әр көліктің баллонына кіріп кете жаздайды. Осылай әр қауіптен бір қашып жүріп, Турбо алғашқы пит-стопқа жетті. Тито мен достары ұлуға жақсы жағдай жасамаса да, Турбоның достары оған келіп мотивация берді. Сен көлік емессің, сен ұлусың. Сондықтан ұлу секілді әрекет жаса дейді. Шынымен де бұл сөздердің пайдасы тиді. Турбо жаңағыдан ерекше әрекет етіп, екі есе ынтамен жарысты қайта жалғастырды. Біздің кейіпкер әр сынақтан ұлуша құтылып, аман қалып отырды. Бірақ арам ойлы Гане ұлу апатқа ұшырасын деп, оған баллон қалдықтарын жаңбырша төкті. Сонда Турбо шынында да жараланды. Оның артқы қабықшасы сынды. Ендігі тағы бір соққы тисе, қабықша мүлде жарамсыз болып қалмақ. Дегенмен де артқа шегінер жол жоқ. Тәуекелдеп алдағы қадымдамаса, қолда тұрған жеңіс сусып шығып кетпек. Екінші лекпен жарысқа шыққан Турбо бұл жолы ақылға салып, басқа көліктерді озып шықты. Екінші орынға жеткен ұлу Ганені басып озуды ойлайды. Алайда талай жылғы чемпион бір ұлудан ұтылуды
өзінің абыройына дақ салынып қайта арамдыққа басты. Ганьенің бір ойлағаны бар екендігін білген Турбо оның үстінен секіріп шыға келді. Ашуланған Ганье қауіпті аймақ саналатын жолмен жүрді. Мұның нәтижесі апатқа әкеп соқты. Көліктердің біразы сынған, ал жарыс болса тоқтап тұр. Онымен қоса ұлу да жараланған. Арқасындағы қабықшасы істен шыққан соң Турбо күшінен айырылды. Сонда қарғаға бас міндіртпеген Чет пен ұлулар Турбоға жігер берді. Чемпиондыққа қайта қадам басқан Турбо еш супер жылдамдықсыз қарапайым ұлуша финишке талпынды. Бұл сәттегі Айда оған кедергі жасауға тырысты. Алайда ол ұлуды ұрамын деп, керісінше оны алдыға қозғап финишке жеткізді. Осылайша Турбо чемпион атанды. Осы бір сайыстан соң Тито мен достарының бизнестері өркендеп кетті. Ал Турбо өзіне жаңа қабық салдырып, өзінің жарыскер ұлу достарымен сайыстарын қайта бастады. Достар, осымен мультфильмнің соңы. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.